Енгери Шавкаттың аяғын қауіпті бұрыштан тепкен сәті естерінде ме? Ендеше бірге көрейік. Мінеке осы сәт. Енгери бұл соққыны Оливейрадан үйренген болатын. Кезінде ол Чендлерді солай тепкен. Чендлердің көзінен ақ көрініп тұр. Аяғы сынды деп ойлаған секілді. Оның бәрін неге айтып жатырмын? Шавкат Рахмоновтың күні кеше белбеу үшін жекпе-жекке шықпаудың бір себебі осы болуы мүмкін. Оған қоса Енгери Шавкатпен бірге дайындалған. Ал бұл дегеніміз, ол Шавкаттың жарақаттары жайлы әбден хабардар. Бірақ та соңғы уақыт Шавкаттың жарақаттары қатты сыр беріп жүргенін де ұмытпауымыз керек. Мысалға, Томпсонмен жекпе-жекте Шавкаттың тобығында жарақат болған. Оны да өзі мойындап, жекпе-жекті грэпплингпен тез бітіруге тырысқанын айтты. Бұлай болса, Шавкат осы жылдың күз айында немесе қыста белбеу үшін Белал немесе Мадаленамен шығуы керек. Болмаса, біздің асу бауырымыз одан асып, бірінші болып алғашқы UFC чемпионы атануы мүмкін. Не болса да, біздің қазақ жігіттерімізге ешкім тең келмейді. Сіздермен болған Солай де арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолдап жатқан комментарийларыңыз үшін көп алғыс айтамын. Қош аман, сау болыңыздар.